Братан, магазин тыныш па, ешкім артық әңгіме айтып отқан жоқ па? Если что, білесіз ғой, Джониға звондасаңыз любой время ұшып келем осы жаққа деген. Жарайды, олай болса мен деген қайтайын тағы да осындай бір-екі магазиндерге барып кіршам ғой, енді не дегенмен. Епану, дану гүлбану, чо за нақта деген бұзақы жігіттер, дану гүлбану менің нақта деген Land Cruiser'іме сынып тұр ғой, по идеде қарандар. Вау, чо за крузак достар мынау деген. Жігіттер, сендердікі жайма деген не істеп тұрсыңдар? Е-мая деген, а? Бауырым деген машинаң күшті ғой сенің, еба деген маған ұнады, е-мая деген. Мен де осында крузак мінгім келіп жүрген еді. Давай енді сен мұны бізге бере сал, ема жарай ма? Крузак дершік екен, енді бұл біздің крузак болады. Ха-ха-ха, қазір деген мен жігіттерім сені айыртсайтын болады деген. Мыналар қайдан шыққан бандиттер? Типа көшенің бандиттер сияқты ғой. Жігіттер, бұл крузакты ешкімге бермеймін. Бұл менің крузагым, сендер мені білмейтін сияқтысыздар. Мен деген осы қаладағы ең мықты адамдардың бірімін. Менің есімім Джони. Дәл қазір осы жерден кетпейтін болсаңдар, үшеуіңді үш айға шашам бар ғой, еркекше айтып отыр мен деген. Ал кетпесек не істейсің ал бауырым? Ал кетпесең бе, мәссаған бері кел. Еба жігіттер, мәссаған налар деген қолдарынан қылыштарын алып шықты ғой. Еба келе конкретно деген төбелесіп пістақ деген мен подписчиктерім деген мықты себеп менде деген достар 24 подписчик болды. Көп рахмет барлықтарыңа деген. Қарандар, Джони деген айырып отыр. Нақты бері келе конкретно әккең болсын. Мәссаған ойбай арқамнан біреу деген пышақты болды. Бері кел. Налар өле ме, өзі өлмей ме? Мәссаған полицейскилер қолап кетті достар біз деген. Бері кел жағыңдайра. Мәссаған деген. Ё-моё, ух ты достар, менің полицейскилер атайын жатыр. Давай крузакқа отыр. Қаш. Біздерге қашу керек. Дану гүлбану 2 жылды жанып кетті достар. Еба деген. Мен деген ана полицейскилермен төбелесіп отқан кезде ана полицейскилер келіп қалды. Аяғы содан кейін деген мен қолап кеттім ме, бір нәрсе істеді деген. Қазір деген тез қашып құтылмасам деген мен қазір полицейскилер түрмеге апарып қамап қоюы мүмкін. Дану гүлбану. Ал мен түрмеде өмір сүргім келмейді достар. Опа, нақта деген полицейский қолап келе жатыр ғой мен деген. Ха-ха, мен крузагыма жете аламын деп ойлаймын. Но деген ойбай, авария ДЦП достар. Мәссаған қашу керек. Қаш деген яқта екі полицейскийлер жүр. Давайте достар, былай қашып кететін боламыз деген. Дану гүлбану, еба, мен крузагым бытшыс болып кетті ғой. Тоқтаңдар, түсіп сөйлесейік олай болса жігіттер. Жігіттер тоқтаңдаршы деген, атпаңдар, мойындаймын деген. Жігіттер қойындар. Бауырым, сен түрмеге алып кетеміз біздер деген. Ема қойындар жігіттер, Дану гүлбану түрмеге алып кетеміз деген несі? Еба достар, мен деген полицейскилер түрмеге кетіп жатыр. Мәссаған Дану қараңдар достар. Мәссаған аяқ асты деген аналар бұзақлармен төбелесеміз деп түрмеге кетіп баратыр достар. Еба қараңдар, Джони артта отыр. Қазір мен деген түрмеге кетіп жатыр. Ема деген. Полицейский мырза, менің дым қатысым жоқ. Ана бұзақлар келіп маған тиісіп жатқан еді, солардан қорғанамын деп негізі мен деген төбелескен ғой. Ема сіздер мені түрмеге алып кетеді деп вообще ойлаған жоқпын. Мәссаған түрмеге кетіп баратыр мә деген. Ема бірінші рет өмірімде деген. Бауырым, көп сөйлеме, қазір сен түрмеге апарып қамап тастаймын. Сен деген өте қауіпті маньяк сияқтысың ғой. Сен деген қазір сен түрмеге апарып қамаймыз да, сол жақта жатасың. 10 жыл ма, 25 жыл ма, сол жақта қамап қоямыз сені деген. Мәссаған полицейский мырза, қойыңыз деме. Ема мен шынымен де мынау қаланың сырт жағындағы түрмеге әкеліп жатыр. Ема мен деген күткен жоқпын бұндай нәрсені деген. Мәссаған қазір енді мен деген бір бәле қылып бұл түрмеден қашып кетемін по-любому достар. Уайымдамаңдар деген. Қазір мен деген қашып кетуге тырысатын боламын. Бірақ мына деген охранниктер өте көп сияқты ғой. Братан, жарайды, көреміз әліқ деген бұл түрмеден шығып кетемін мен деген қазір достар. Мынақа енді біз кіруіміз керек, себебі деген осы жерде бізде қазір сұхбат алатын болады. Не үшін түрмеге келдің, ары бері деген сияқты. Дану гүлбану, шынымен де түрмеге келіп қалдым ба мен деген. Мәссаған мынақта деген кәдімгідей түрмедің адамдары киімдерін киіп алып мынақта деген смело жүр ғой. Мен адвокаттарым қайда екен? Адвокат мырза, ассалаумағалейкум, қалайсың? Наталья, привет. Ема адвокат мырза деген. Мәссаған мен деген короче бұзақлармен төбелесіп жатқанда қамап қойды. Ема деген не істесем болады енді, қалай түрмеден шығып кетсем болады деген. Так, бауырым, сені деген былай қараймын. Негізі нормальный жігіт едің. Жарайды, олай болса деген, қазір мен базадан бір-екі тексеріп көрейін деген. Так, тексердім. Сені деген бір 5 жылға қамап қойыпты. Енді Джони, Американың заңы осындай. Сен өзің кінәлісің бұзақлармен төбелескен. О бұзақлар сенің үстінен заявление жазып жіберген. О үшеуі де өліп қалған, ауыр жарақат алған. Енді сен осы жерде 5 жыл
өтейсің борышыңды. Басқа амал жоқ Джонни. Олай болса давай біз кеттік. Саған 5 жыл дейсің ба? Ма 5 жыл деген өте сұмдық. Мынау деген 5 жыл мен мына жерде жынды болып қалам ғой. Жынды болып қалғансыңдар ма? Мен бір бәле қылып шығарып алуға тырысу керек, негізі шығып кету керек ше бұл жерден. Жарайды олай болса деген адвокат мырза, Наталья жолғамыз ғой, если что деген мен түрмеден шығам жақын арада деген. Саған түрмеге түсіп қалдым достар. Ма құдай салмасын, басқа салмасын. Саған нақтадалар не істеп отыр? Темекі шегіп отыр. Саған деген нақтадалар деген не істеп отыр? Саған нақта ойбай, өңшең негрлер, американ жынды бандиттер жаман қарап тұр ғой. Налар деген маған құрсын, қашайын достар бұл жерден деген. Тыныш жүру керек сияқты. Нала жота ұрып тастайтын сияқты мен деген. Охранник ағай келе жатыр. Охранник ағай, ассалаумағалейкум. Қалайсыз деген. Саған жігіттер анаяқта төбелес болып отыр. Охранник ағай, көмектесіңізші анаяқта деген. Саған анаяқта төбелес болып отыр ғой. Інім баршы, бұл жерде күнде төбелес шаршап кеттім. Барсам мен таяқ жеймін бекерге. Күшті болсаң барып өзің тоқтат. Оппану достар, наяқта деген страшный төбелес болып отыр түрмеде деген. Саған қараңдар, мынаны талдырып тастадым. Не отыр, ағай атып отыр. Ағай жынданып кеткен. Қашу керек. Саған деген ағай атып отыр аналарды. Деген мынау охранник ағайдың артынан тығылып алайық достар біздер деген. Достар, нақ түрме деген таза жын деген ғой. Охранник ағай болды. Охранник ағай қойыңыз. Інім сенді атып тастаймын деген щегол. Достар, анаяқта төбеде аналар жүгіріп жүр. Саған охранник ағайға похуй ма дедім ғой мен деген. Нала атып тастады ғой кәдімгідей. Өліп жатыр деген. Да өгіл бала. Жігіттерді қашып баратқан қарандар. Аналарды қарандар достар, қашып баратыр жындылар деген. Таза қуғынбайлар екен ғой. Наяқ төбелеседі олар деген жынды болып қалған ба деген. Ё-моё деген. Мынау өліп қалды достар. Наяқта тағы төбелес басталып кетті ғой. Анаяқта төбеде охранниктер тұр. Жігіттер, наяқ төбелесіп жатсыңдар. Мыналар деген страшный басқаша адамдар сияқты ғой. Мынаны талдырып тастады. Бауырым төбелеспешсің саған. Саған неғып ұрып жатсыңдар бір-бірлік деген. Ойбай, автоматпен біреу атып отыр достар. Ана төбедегі атып отыр, қашу керек біздерге деген. Саған ана екеуінде атып тастады достар. Бұл жақта төбелессең болды, атып тастаймын ма сондай бір бәле екен. Ойбай құрсын. Неға тығылып қалайық достар біздер деген. Болмай ешкім көріп тұрған жоқ па? Тревога басталып кетті ғой достар. Саған жарайды болды достар. Осымен енді біз түрмеде өмір сүретін сияқтымыз ғой. Саған достар, мен деген деген қашып шықтым десем де болады өзімнің жататын жерімнен. Қазір туалетке шығам деп яғни қашып шықтым. Енді достар, қазір маған деген в общем айтқан кезде мына түрмеден қашып кету керек. Каламаны деген вообще болмайды. Мына түрмедегі мен вообще бір күнде шыдай алмаймын деген. Қазір былай қарай жоғары қарай шығып біз қашып кетудің жолын қарастырып көрейік достар. Неғып ешкім жоқ па түнде деген. Опа охранник достар. Қаш былай қарай тығылып алайық достар. Анаяқта деген охранникті көріп тұрмын деген. Қарандар. Ойбай, достар, охранник тұр ана жерде деген. Саған енді мен сол охранниктің көзіне түсіп қалмауым керек деп айди деген. Так, аккуратно жүру керек. Анаяқтарда охранник көріп тұрған жоқпын мен деген. Давайте. Так, давайте достар, қашып кетуіміз керек біздер деген. Бірақ қалай қашатынымызды білмеймін. Әйтеуір кришаның үстіне қарай шығып алу керек екенін білемін достар біздер деген. Ойбай, охранникті көріп қалдым. Саған деген мынаны ұру керек достар. Мен байқамай қалма бір бәле мынау. Саған. Достар, давайте лутын алып алайық мынаны деген. Оружие алып алдық достар. Біздерде енді автомат бар деген. Саған алдынан кім шығып қалды ғой? Саған деген охранник шығып қалды достар. Кеттік ал былай жоғары қарай секіріп кете салайық достар. Ана бізде камераға түсіп қалмауымыз керек. Главный деген. Ана жерде біреу тұр достар. Так. Деп былай қарай мініп аламыз достар. Ана бізді көріп тұрған жоқ та пайди деген. Қазір достардан атып тастасам. Саған бастан хедшот кеттік ал. Сразу рамбасарам. Ойбай, қасқа страшный қылатын кеттік ал. Сонда достар біз паркур режимді қосамыз да былай қарай секіріп деген қашып кететін боламыз барынша деген. Опа түрмеден қашамыз достар біздер деген. Так, қалай қашуға болады өзі достар. Мынаяқтың бәрін қоршап тастаған ғой. Каламана деген мынаяқтың бәрінде де үлкен қоршаулар бар. Так. Біздер қалай шығуымызға болады достар, анаяқта біреу жүгіріп жүр ғой. Гүлбану кім анау жүгіріп жүрген деген. Саған жарайды жүрсе жүре берсін. Тревога басталып кетті ма? Не болып кетті достар? Жарайды достар, біздерге бір машина керек сияқты. Машинамен қашпасақ болмайтын сияқты. Бұл жерден бар ғой. Саған әлде бір полицейскийдің үстіне киім киіп алам ба? Анаяқта тағы да бір охранник кетіп бара жатыр. Ойбай құрсын деген біз деген аккуратно тығылып қалуымыз керек. Анаяқтарда шығып кететін есік жоқ бекен деген әйтеуір достар. Анаяқта ештеңе жоқ. Жарайды. Кеттік ал. Олай болса деген біз былай қарай кететін боламыз достар. Анаяқта мен автобус көріп тұрмын. Давайте или сол автобусқа қарай мініп аламыз ба достар. Бірақ деген мен бір
охранниктің киімін киіп алуым керек сияқты ғой бұл жерлерде деген. Давайте қазір мен жоғары қарай шығып бір охранникті сындырып тастайын да соның киімін киіп алайын. Кәдімгідей деген мен убийца болып кеттім ғой достар. Ё-моё деген опа охранник кетіп бара жатыр. Осының киімін киіп алатын боламыз достар. Так, аккуратно артынан барамыз да. Братан, қой деген шашақтыңды қайыр жерем. Мә саған. Так, все болды. Киімін киіп алдым. Короче деген енді біздерге деген анау көлікке қарай барып, сол көлікті от алдырып, біздерге шығып кету керек достар. Басқа вариантты көріп тұрған жоқ. Мен деген бар ғой, бұл жерден деген так, былай қарай пайда шығып кетуге болады да. Жарайды, олай болса деген мен автобусқа отырып алайын да, осы автобусты айдап, короче, шығып кетейін достар. Мәссаған деп есігін ашамыз. Қазір ішіне кіріп бір нәрсе от алдырып аламыз. От алдырып алатын әдетім бар ғой мен деген. Так, қазір. От алды деген база жоқ. Красава достар. Кеттік ал. Енді аккуратно шығатын боламыз да. Былай қарай аккуратно шығатын боламыз достар. Қазір енді мына воротаны ашу керек қой біздерге деген. Ё-моё, бұл ворота ашыла ма екен өзі? Так, давайте, ворота ашылу керек біздерге. Ворота ашылды достар. Смело енді былай қарай шыға беретін шығармыз да біздер деген. Так, воротаны что-то ашпай жатыр оналар. Охранниктер немене бөле ұйықтап қалған ба деген. Есікті ашсаңдаршы, ё-моё, мен деген шығайын деп жатырмын ол мынаяқта деген, бәсе, осылай ашу керек қой есік деген. Жарайды, кеттік ал тағы да шығып кетейік достар. Мынау охранникті жұмыстан шығару керек екен достар. Так, кеттік ал мына воротаны да аштық достар. Енді біздерге смело қашып кете беруге болады мынаяқтардан деген. Так, шлагбаумды сындырамыз да қашып кетеміз достар біздер деген. Смело достар. Осылай деген біз короче деген тюрьмадан қашып кеттік достар. Ойбай, мына автобустың тормозы істемей ма не? Уақыты. Ойбай, жоқ. Ойбай, мен қайдамын? Ойбай, құрсын деген шығайын. Ё-моё, ДТП-ға түсіп қалдым ғой. Ё-моё деген. Жарайды, олай болса мынаяқта бір свалка ма бір нәрсе бар ғой. Осы жерде мен бір көлік ұрлап кете салайын да достар. Осы жерден деген қазір күте тұрыңдар. Мен деген осы жерден бір көліктер алып кеткен. Баяғыда деген енді нормаль көліктер болса отырып осыған қашып кете салуымыз керек достар. Біздер деген так. Мына свалкада что-то деген машина жоқ қой. Ё-моё деген. Наяқта да машина жоқ. Ойбай, ямаға түсіп кетейін дедім достар. Так, жарайды, наяқта ешқандай да көлік жоқ екен. Олай болса мен деген қалай қашам бұл жерден деген, Мына свалканың ешқайсында көлік көріп тұрған жоқпын мен. Жарайды, олай болса деген жолдан бір көлік тоқтатып, сонымен деген қалаға дейін жетіп алайын мен деген достар.